Mınaday жағдайларда шай ішуден аулақ болыңыз. Шай көптеген адамдардың ең жақсы сусыны. Қартайған кісілердің шайға деген құмары тіпті де арта түседі. Бұл ең бастысы оның құрамындағы сергіткіш кофеин заттардан. Дегенмен, мынадай жағдайлар кезінде шай ішуден аулақ болыңыз. Тұмауратып, дене температураңыз көтеріліп, қызып тұрған кезде шай ішпегеніңіз жөн. Шайдағы кофеин құрамы сіздің дене температураңызды тіпті де жоғарылатады. Оның үстіне дәрінің күшін жойып жібереді. Бауыр ауруына шалдыққан адамдардың ең жақсысы шайды тұтынбаған жөн. Жүйке жүйесі әлсіз адамдар шайды аз тұтынған жөн. Көбінесе түстен кейін немесе кешқұрым шай ішуден аулақ болыңыз. Кофеин жүйкені сергітетіндіктен ұйқысыздыққа душар етеді. Араққа сылқия тойып алып, шай ішу тіпті де қатерлі. Мас кезде шай ішу бүйрекке ауыр салмақ түсіреді. Мас кезде шайдың бүйректі зақымдау қуаты тіпті де арта түседі. Дәріні шаймен ішуге немесе дәріден кейін шай ішуге мүлде болмайды. Бұл дәрінің күшін жойып қана қоймай, кофеин құрамы кейбір дәрілермен қосылып, басқа аурулар тудырады. Қан аздық ауруына шалдыққандарда мүлде шай ішуге болмайды. Шай әдетте қанда ерімейтіндіктен ауруды асқындырып жібереді. Бүйрегіне тас байланған адамдарға да шай ішуге болмайды екен. Аш қарында шай ішуге болмайды. Асқазан сұйықтығының бөлінуіне кері әсер беретіндіктен ас қорыту жүйелерінің әртүрлі ауруларына душар етеді. Тамақтың алды артында да шай ішпегеніңіз жөн. Тамақ ішіліп, 20 минуттан кейін ғана рахаттанып отырып, шай ішуіңізге болады. Ұйықтар алдындағы 2 сағат мөлшерінде мүлде шай ішпеңіз. Бізде әдетте түн асқан шайды тұтына беретін әдет бар. Түн асқан шай өз құрамын тез өзгертеді. Бұдан абай болған жөн. Балаларға қанық, қою демделген шайды ішуге болмайды. Бұл балаларды қан аздық, темір құрамы жетіспеу секілді ауруларға душар етеді. Егер жүрек ауруыңыз болса, мүлде шай тұтынбағаныңыз жөн. Шайдағы сергіткіш кофеин жүрек ритмін тездетіп жібереді. Шайдың орнына кәдімгі су немесе көк шай ішуіңізге болады.